kешігіп келген қонақ сыпырылмаған жерге отырса да риза дейді. Енді бұл кісілердің басын төрге сүйреп жүрмеңіздер. Жамбастары тиген жерге жайғаса салсын мінекей. Сіздерге бола міне тойды бастай алмай отыр. Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай, қыстың басы бір ерте біреу жай. Кейбір қонақ кешігіп келмеген соң, той басталмай отыр ғой құдайым-ай деп абай айтып өткендей, қонақтарға бола тойды бастай алмай отырмыз. Жайғасыңыздар. Мына босағада тұрақтап қалмаңыздар. Беймезгіл уақыттағы беймаза қонақ құсап. Қызметтегі ағайын. Ендеше кешіккен кісілерді кәнекей. Мына ортадағы алаңмен алып жүрмейік. Екі жақтаудағы мінекей жол жиегіменен жайғастырыңыздар. Ортада ары-бері жүріс-тұрыстың бәрі болмасын. Баяғы сізді жайғаса тұрыңыз сәл. Міне шетке жайғасыңыз. Ал, тойға келген ағайын. Киіз қайдан шығады қой болмаса, нақыл қайдан шығады ой болмаса. Ағайын шекжатпенен ары салшақ, басты қосар осындай той болмаса дегендейін. Мінекей, той болған күні 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлайтын думан сүйер ағайын. Кеше де, бүгін де, ертең де жолығысып қауышып отқанымызға сіздерменен қуаныштымыз. Менің той басқарым рәсімімді Төлеби аудандағы барша қадірлі қонақтары тұрғыдан көңілдерді білесіз. Тойды аузы дуалы қариялар ортаға келіп, ақ батасын бергенше, дастархандағы дәмменен тұзға мен қол созғыза қоймаймын. Бекерге айтпаған қазақ, тойды барсаң, той бар, ашадандай алақтап, анаған мынаған қол созғыз қойып бар дейді. Қыстың ызғар болып баратын суық күн емес, мінекей майтамсыз жаздың шадыраған күні, ораза намаз кезінде 30 күн аштыққа төзім беретін мұсылманның баласы. Бата берілгенше 30 минут сабыр сақтаңыз. Бата менен ел көгірек, жауын менен жер көгірек дейтін болсақ. Ал ендеше тойды басқарып қатырмаса да сәлемі түзеуген деп қалыңыздар. Жақ күрекең жақсы амандасып өтті. Менікі де күрекең дегендей тура. Сәлемім. Ассаламу алейкум. Алатауымыздай асқа, қаратауымыздай қазыналы қарияларымыз. Ақжаулықты әже, аңқылдаған аға жаны жайсаң, жеңгелеріміз. Ізеттіні көрікті келіндеріміз. Қазақ үшін Құдайдан кейінгі сыйлы қонақ қадірменді құдаларымыз. Арқа сүйер нағашы, үзілген жерді жалғайтын жиендеріміз. Мінекей, түгін тартсаң, май шығатын. Төлеби ауданының төрінде, 8-ші ман елінде, мынау бағдарып, қыр қонған, киелі, бегалы атамыздың шаңырағында, Байтан ағамыздың немерелерінің ұлы той қуанышына қайта қауышқанымызға сіздерменен мінекей ризашылығымыз мол. Ендеше сөздің бидасын көпке созбай, әдемі әзіл, мәнді мақал сұлу сөздің бәрін кейінге шегере тұрып, уақытта болса бір шамаға барып қалды. Қазақ айтады ғой, баптап мінген жігіттің аты жүйрік, ақсақалын сыйлаған елдің еңсесі биік дегендейін. 8-ші март елді мекені Баушарбағы күтімді, берекелі бітімді, ақсақалдары дана аруақтары пана болып, түңлігі бүтін түтіні түзу атқан ел. Ендеше жерлері киесіз емес, елдері иесіз емес дей отырып, ортаға аузы дуалы қарияларымыз Молдияр, Сапаралы, Антықбай, Шамалбек, Ералы, Оңғарбай, Ақатай, Нияз, Сүйер, Үшкемпір атты Иісі Жоланның қасиетті қариялары. Қошеметпенен сіздерді ортаға шақырғанды жөн көріп отырмыз. Кәнекей қарияларымызды қарсылайық ағайын. Исман қария. Ассаламу алейкум. Елдеріміздегі болып жатқан ұлы тұрмыз. Қуаныш тойларыңыз құтты болсын қариялар. Не дейді? Мынау шатақшал қойындай музыкаңды өшір деп отыр ғой маған. Аяқ естімейді ата. Сояқ естімейді. Ал той деген тоқшылықтың белгісі дейді. Мынау қиын қысталан кезеңге қарамай, елдің ауыз бірлігін танытып, ел менен жұртты жинап беріп атқан қуаныштарыңыз құтты болсын. Барлығымыздың сөйлеуіміз парыз емес. Мынау таспаға түсіп тайықта қалсын дедік түгелдей дерлік шығырғанда. Орталарыңыздан ойып тұрып, 100-ге бірінші жететіндеріңіз сөйлеуіңіздер. Содан кейін біреуіңіз қоштап ақбата беріңіздер, қалғандарыңыз Құдай біледі соған қосыламыз ау деймін. Қария, сөз тізгіні ендеше өзіңізде.